Бүгінге дейін түрлі ғылыми, технологиялық әртүрлі ақпараттарды азды көпті болсын сіздермен бөлісіп жүргеніме бір жыл шамасына уақыт жуықтап қалған екен. Осы уақытқа дейін ешқандай рилстарымның, видеороликтерімнің барлығын арнайы бір аппаратуралар, фотокамера, жарық, микрофон деген секілді қосалқы бөлшектермен жасамаған, түсірмеген болатын. Енді қазіргі таңда кейбір рилстарымды, кейбір видеороликтерді қарай отырып, тамашалап, өзімнің кейбір жіберіп жатқан кемшіліктерімді байқап отырмын. Ақпараттық мағынасы, видеоның сапасы жағына ол келесі кезекте тәжірибе жағдай жинай келе, мүмкін алдағы уақытта оны өзгертуі мүмкін. Бірақ ең бірінші көзге демей қойын, құлаққа батқаны бұл менің дыбысымның, яғни дауысымның дұрыс орнатылмағаны десем болады. Яғни видеороликте қолданып жатқан менің даусым болсын, немесе түрлі артындағы фондық әуендердің дұрыс жетпеуі, дұрыс естілмеуі деп айтайық. Сондықтан мен былай шештім. Яғни менде бір жақсы сапалы бір микрофонның болғаны дұрыс болады деп есептеймін. Өте арзан микрофоннан өте қымбатына дейінгі диапазонда әртүрлі микрофондарды оқып, талдап, олардың сапасы қалай, дыбыстау қалай, дыбысты жазу қалай, әртүрлі диапазондарда, ырғақтарда жұмыс жасау барлығын жобамен салыстырып көрдім. Сонымен өзіме бір арнайы микрофонға келіп тоқтадым. Назарларыңызға HoloLens Lark M2 осы микрофонды алуға жағдай бел буып өзіме кеше тапсырыспен алдыртқан болатын. Жалпы микрофон жайында айтатын болсам, Lark M2 бұл Wi-Fi арқылы жұмыс жасайтын, қосымша қасында өзімен бірге келетін 2 адамға арналған микрофон бар. Ішін ашып көрсетейін. Мұнда бізге білесіздер, әдеттегідей әртүрлі техникалық құралдардың ішінде нұсқаулығы болады. Нұсқаулықтың ішінде бізде арнайы, яғни кімге қалай екен білмеймін, стикерлерді орналастырған екен осы жерде. Маған көңіліме ұнады. Яғни біз әртүрлі стикерлерді өзіміздің микрофондарда жабыстырып қойып қолдансақ болады. Одан бөлек астыңғы бөлімде кейс. Кейсте бізде 2 микрофон орналасады. Бұл микрофонның қасында оны ресивер, яғни қабылдаушы, мынау фотокамераларға арналған қабылдаушы болып табылады. Яғни менің алған нұсқам бұл комбо нұсқасы болып табылады. Онымен қоса жанында Lightning, яғни iOS жүйесіндегі жұмыс жасайтын түрлі девайстарға қолдануға болатын осындай ресивер орналасқан болады. Және оның жанында екіншісі бұл Type-C құрылғыларда жұмыс жасайтын осындай тағы бір ресивер, яғни қабылдаушы болады. Астыңғы бөлімін ашып қараймыз. Мұнда көңілінен қатты шыққаны біздің тапсырыс берген HoloLens микрофондарының ішінде осындай арнайы қапшықшасы болады. Біздің кейсті осының ішіне салып, яғни болашақта ары-бері тасымалдауға өте ыңғайлы дүние екенін көріп отырмыз. Және кейс бұның ішінде арнайы жаңа жоғарыдағы айтқандай біздің фотокамераларға орналастыруға болатын осындай ресивердің өзінің мини-джек осындай кабель бар екен. Мойынға іліп алып жүруге болатын арнайы бау орналастырған. Қапшықтың ішінде тағы не бар дейсіздер ғой. Қапшықтың ішінде біздің кейсті қуаттайтын арнайы кабель және мұнда біздің микрофондарды клипсы дейді ғой. Осындай арнайы магниті бар, клипсылар бар. Және сыртқа шығып видеороликтер жазған кезде қолдануға болатын. Қазір бәрін ашып көрсетейін. Мұнда желден қорғайтын арнайы осындай заттар бар екен. Бұны аты қалай аталатынын білмеймін, енді мүмкін білсеңіздер қазақшада пікірге қалдырып жазып кетсеңіздер болады. Қысқасы осы біздің HoloLens'тің ішінен шығатын, яғни комбо нұсқасындағы түрлі қосалқы заттардың барлығын осы жерден көре аласыздар қазір. Әрине, түрлі брендтермен олардың микрофондары бар екен барлығыңызға белгілі. Мысалы, дәл сол секілді елге қатты жайылып кеткен брендтің бірі бұл DJI деп айтсақ болады. DJI-дан ешқандай кем емес HoloLens M2 Lark, яғни осы микрофонның
Бағасына келетін болсақ, бұл комбо нұсқасында мен Каспийден 62 000, яғни дәлірек айтқанда 61 790 теңгеге сатып алған болатынмын. Не үшін мен комбо нұсқасын алдым? Себебі менде екі девайс, яғни iOS жүйесінде де және Android жүйесінде жұмыс жасайтын екі девайс бар. Сол үшін мен арнайы екі қабылдаушы және ресивері бар нұсқасын алдым. Және болашақта мүмкін кім біледі, кейбір роликтерімді фотокамерамен түсіретін дәрежеге де жететін шығармыз. Сондықтан да қосымша фотокамера үшін арналған ресивері бар. Осы үш жиынтықтың барлығы біреуінде атты комбо нұсқасын сатып алған болатынмын. Дәл осы комбо нұсқада DJI-да білесіздер, бұдан бағасы 2 есе болады. Ал дыбыстың жазу сапасына келетін болсақ, мен DJI-ден ешқандай кемшілігін байқап тұрған жоқпын. Себебі мен DJI өзімдікі болмаса да, өзге біреудікімен жұмыс жасаған жайында тәжірибемнің бар екенін сіздерге айтқым келеді. Достар, сөз соңында айтатын болсақ, яғни Larkқа жазылған видео роликті сіздер басынан соңына дейін қазір тыңдадыңыздар. Lark'тың сапасының қаншалықты жақсы, тұнық екені жайында немесе қандай да бір кемшіліктері бар болса, пікірге қалдырыңыздар. Арнаға жазылыңыздар, достарыңызбен ролик жайында бөлісіңіздер.